Сәлем, менің есімім Ләззат. YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл менің алғашқы подкастым, пайдалы контент деп атағым келіп тұр. Яғни өмірімде болған осознаниялар, немесе өміріме қолданған техникалар және соларға дейінгі кейінгі нәтижелермен бөліскім келіп тұр. Жақында Инстаграмнан көрген боларсыздар, мен көзілдірігімді тастадым, яғни көзіме коррекция жасаттым, зрениені жақсартатын операция жасаттым. Бірақ та сол операцияға дейінгі мен состояниемді сіздерге айтып өтейін. Бүгінгі подкасттың тақырыбы дұға қабыл болады, бірақ біз оны қабыл алуға дайын болуымыз керек. Яғни Алла Тағала біздің дұғамыздың барлығын қабыл етеді, бірақ біз оны қабылдауға қаншалықты дайынбыз, дайын емеспіз, ол бізге байланысты. Қалай, неге екенін қазір айтып түсіндіремін. Негізінде мен очкиді 18 жыл таққанмын. 18 жасқа дейін, яғни 13 жастан бастап таққанмын. 12-13 жастан бастап таққанмын. 18 жасқа дейін ешқандай операция жасатуға болмайды. 18 жастан кейін, яғни мен 20 жасымда жаңағы көзімді тексертемін, сол кезде маған айтады: сізге осындай коррекция жасатуға болады. Осылай зрениеңізді 100% көретіндей етіп істеуге болады. Очкимен мәңгілікке қоштасасыз деп айтады. Сол кезде қандай последствиясы бар дедім да, ары қарай мысалға жарайды, зрение келді, бірақ көзге қандай зияны бар деп сұрадым. Сонда маған айтты: 40 жасыңызға толған кезде сізге плюске айналып кетуі мүмкін деді. Бірақ ол айтқан жоқ, 40 жасқа толған кезде барлық адамдарда плюске айналып кетеді деген жоқ та. Мен сол информацияны қабылдадым, себебі мен зиянын сұрап тұрмын ғой, мен еще өзім дайын емеспін очкисіз өмірге, потому что очкимен жүрген, очкиден бөлек линза тағып жүрген маған комфортно болды. Как-то ол кезде тұрмыста болған жоқпын, маған қатты білінген жоқ та. Кейін уже тұрмысқа шықтым. Сол кезде жаңа отказ жасадым. Жоқ, мен жасатпаймын. Яғни очкисіз өмірден көрі очкимен жүрген өмірді таңдадым. И қорқыныштың кесірінен мен жасамаймын дедім. Яғни маған 40 жасымда ертеңгі күні жақын жердегі нәрсені көрмей тұрғанша, одан да алыстағыны көрмей ақ қоя берейін деп сомен таңдау жасадым. Сомен тұрмысқа шыққаннан кейін орамал тағамыз. Ол орамалмен очки вообще неудобно, көзден мына жердің барлық қият. Содан кейін бала туылады, бала қайта жұла береді. Ол кезде қатты білінген жоқ маған, честно. Потому что кей кездері линза тағып жүрдім. Бірақ та именно осы жылы, осы жақындары мен очкиден өте қатты зәбір көрдім. Потому что көзімнен түсіп кете береді, жоғалып кете береді. Қатты уже мен өзім энергияны зерттегендіктен, энергияны сезгендіктен, қай жаққа сливать етіп жатырмын, энергияны қалай сақтап қалуым керек деген сұрақтарды қойғандықтан мен уже өзімнің іс-әрекеттерімді бақылай бастадым. Сол моментте мен түсіндім, өте көп энергияны мен очкиге жұмсайды екенмін. Себебі элементарно мен мысалға таңертең тұрған кезімде кей кездер ұмытып кетемін очкимді қай жерге қойғанымды, и мен іздеймін оны. Мен оны таппайынша мен кәдімгідей уже таңымды ашумен бастаймын да. Одан бөлек менің қазір уже 2 балам бар, екінші балам туылған кезде ол да мен очкимді көзімен жұлып алады. Уже бастапқыда нерв жүйесі жоқ, уже сәл жаңағыдай нерв жүйесі кеткен деп айтады ғой. Сондай адам болып қалғаннан кейін оған шыдай алмадым. Сомен не істедім мен? Абыржып жүрдім, үй жинаған кезде терлейді, түсіп кетеді. Одан бөлек зрением нашарлай бастаған мен түсіндім, себебі уже очкимен мен дұрыс көрмедім. Даже дұрыс көргеннің өзінде де мен бәрібірден де уже очки таққаннан кейін адамдардың көзіне қарамаушы едім. Көзіне, түріне, жаңағы есте сақтап қалу үшін да, мысалға. И соответственно жүрген кезде де мен ешкімнің бетіне қарамаймын. Сондықтан да кей кездері адамдар мысалға ренжиді.
менімен амандаспай өттің, менсінбей қалғансың деп. Негізі мен менсінбей қалған жоқпын деп мен барлығын да түсіндіремін. Мен айтамын, жаңағы көзім көрмегендіктен, тем более қараңғыда тем более көзім көрмегендіктен мен қарамаймын уже адамдарға. Оларға қарап бүйтіп не қылуға тырыспаймын. Қарап жаңағы анық көруге тырыспаймын. Сонымен линза тағып жүретін едім ғой. Маған линзамен комфортно болды, бірақ та линза кәдімгідей уже соңғы уақыттары көзімді ашыта бастады. Одан бөлек ол жоғала бастады. Яғни көзімнен алам, жаңағы несіне салған кезімде каким-то образом түсіп кетеді, и мен оны байқамай қалам. Сонымен линза жоқ, су тасып қалады. Одан бөлек сол көзім талып кетеді, кеуіп кетеді. Мен ойлап жатырмын, көзімнің су кетіп қалғаннан кейін ол кеуіп кетіп жатыр. Жоқ, қанша оның суын тамызсам да бәрі көзім кеуіп қызарып кетті. Негізі осы уақытқа дейін Алладан сұрап жүргенмін. Дұрыс дұға жасаудың да ретін айтам қазір мен қалай жасалған. Негізі осы уақытқа дейін мен Алла тағаладан сұрап жүрмін. Аллахым, Раббым, көзім нұрын қайтаршы, пожалуйста, көзім нұрын, сен жаратылысыңды өз көзіммен көргім келді, Раббым қайтаршы, пожалуйста деп сөйтіп сұрағам. Бірақ та енді каким-то образом, мысалға, мен ғажайыпқа сенетін адаммын да, каким-то образом мүмкін мен зрением келеді деген ой болды, сондай бір арман болды, білмеймін. Бірақ та именно осы соңғы уақытта, соңғы 2 айдың ішінде мен өте қатты қиналғандықтан, өте қатты көзім қызарғандықтан мен уже болды дедім. Болды, мен зрениемді жөндегім келеді дегенім сол еді. Сол кезде маған жаңағы тиктоктан мынандай видео шығады ғой. Зрениясы нашар адам ол өмірге өте өкпелі көзбен қарайды деп шығады ғой. Сонда мен именно оны бірден қағып аламын. Ол мен алдында бекерге шығып тұрған жоқ. Мен бірден қағып аламын да Аллаға дұға еткенде кәдімгідей жылап сұраймын. Аллахым, мен сен жаратқан өмірді, мысалға, сенің жаратылыстарыңа мен өкпемен қарағым келмейді. Мен қуанышпен, махаббатпен, шүкіршілікпен, алғыспен қарағым келеді деп сөйтіп кәдімгі жалбарынып сұраймын қойшы. Сонымен мен сол сұраймын, мен оған дейін жай ғана көзім зрениямды қайтарып берші, ана мынау деп сұрап жүрдім ғой. Бұл жолында мен кәдімгі пайдасын айттым да. Мысалға, мен өмірге өкпелі көзбен қарағым келмейді уже. Действительно, зрениең нашар кезде осы ненің, жаңағы табиғаттың ләззатына бөлене алмайсың. Кәдімгідей көзің бұлдырап тұрады, анықтап көре алмағаннан кейін сен оны көруге де тырыспайсың. Уже очки тағатын адамдар ол біледі. Очки тақпағандар үшін ол шүкіршілік болып табылсын деп мен анығырақ айтып жатырмын. Сонымен жаңағы не керек? Мен дұрыс дұға жасаймын. И мен соответственно оған дайын боламын. Болды, мен қиналып жүретін өмірді таңдамаймын. Мен очкисіз әдемі болып жүруді, өз көзіммен көруді, мен көруді, алғыс айтуды, рахаттануды таңдаймын деп таңдау жасаймын. Сондай шешім қабылдаймын. Мен қорықпаймын енді ештеңеден. Мейлі жарайды, 40 жасында плюс болып кетсе, плюс болып кетсін, он 40 жасында келгенде көре жатармын дедім да. Сөйтіп кәдімгідей өзім шешім қабылдадым. Бірден барып тексерілген кезде маған айтады, 2 операция бар екен. Біреу арзан, ол ФРК деп аталады екен. Сенің қарашығың, көзің қарашығы соған келіп тұр дейді. Ол арзаны, бірақ оның восстановлениясы өте ұзақ уақыт алады. Мысалға, мен бүгін жасататын болсам операцияны 1 айдай мен көрмейтін боламын. Маған соответственно қасыма адамдар керек болады. Сонымен ана екіншісіне, қымбат түріне, сенің көзің қарашығы келмейді деп айтады. Сосын олар маған передоперационный тағы да бір тексеретін не қойып қойды. Прием қойып қойды да, қабылдайтын. Сонымен мен істеймін, 2 апта бар. Мен білмеймін не істеу керек екенін. Мен сұраған да жоқпын олардан. Не істесем болады? Мен ананы жасатқым келеді. Ол айтты, ол болмайды. Главное, ол болмайды деді, болды да. Бірақ мен мида уже шектеу жоқ та. И мен не істедім? Алла тағаладан сұрадым. Аллахым, Раббым, сен маған вот зрениемді жақсартайын деп жатсың. Сен маған жақсысын таңдап беріп жатсың. Раббым, пожалуйста, өтінемін сенен. Мені ешкімге мұқтаж етпеші, мен ешкімге тәуелді етпеші. Мен кәдімгідей жаңағы үйде, мысалға, 2 баламы мен ғана қарап отырмын да. Получается, күйеуім жұмыста, ол жұмыстан сұрана алмайды. Одан кейін 1 ай бойы маған ешкім қарай алмайды.
мысалға да, мамамның өзінің қолы бос емес, мен өзім ғана болатын болсам, возможно миға сияды да, я жарайды деп айта беруге болады, бірақ мен еще 2 балам бар, и оның жаңағы сабаққа баруы бар, сабақ оқытуы бар, олардың барлығының бар екендігіне қарамай мен ол жаңағы врачқа жоқ деп айтқан жоқпын, жарайды мен оны жасата берем деп кет қалдым оның алдынан. И үйге келген кезде Алла Тағаладан сұрадым, Аллахым, өтініш сенен, білмеймін, шынайы түрде сұрадым кәдімгіше, Аллахым, өтініш, мен ешкімге мұқтаж етпеші, өтініш маған оңай операцияны мен көзіме жасатшы, соған келтірші менің көзімді, сенен қатты жалбарынам, Аллахым, көріп тұрсың ғой, мен жаңағы ол нәрсені, ол операцияны жасатқанның өзінде маған ешкім қарасуға жаңағы қарасатын адам жоқ дедім да, мысалға. Мен ешкімді мәжбүрлегім келмейді, мен ешкімді зәбірлегім келмейді, ешкімді қинағым келмейді, мен ешкімге масыл болғым келмейді. Раббым, өтінем сенен, өтінем, өзіңнен басқаға мұқтаж етпеші, өтінем сенен дедім де, и ұмытып кеттім, бірақ күткен жоқпын. Ешқандай да, ол маған қазір Алла Тағала маған жаңағы екінші түрін, операцияның екінші түрін жасайтындай етіп істеп береді, көзімнің қарашығын болды деп бүйтіп, ажыдат етіп жүрген жоқпын, честно. Жарайды мен жасатам дедім, бұл артқа қайтатын жол жоқ, анау болса анау, мынау болса мынау, жасатам дедім. Главный факт в том, что жасатам. И сомен перед операционный неге барам ғой, мен жаңағы приемға барамын да, сол кезде маған айтады ғой, кетейін деп жатқан кезде маған айтады ғой, бұл қыз неге ФРК-ға жазып қойғасын, ана фемтоласикке келеді ғой көзі дейді. И мен ана не істеймін да қуанып кетемін, шынымен ба деймін ғой. Сосын кейін айтады да, жаңағы врачым айтады да, сондай жасата бересің ба, соған келіп тұр екен деп айтады. Сосын конечно, я конечно, жаңағы видеода просто айтқым келгені дұрыс дұға және оған дайын болу, потому что біз кейде айтамыз, Алла Тағалаға күнде дұға жасаймын, бірақ ол қабыл етпейді, жаңағы қашан қабыл етеді екен деп ше. Соответственно, тағы да бір мысал келтірейін, сіз үлкен зәулім үй қалайсыз да, например ше, зәулім үйге просто барып көріңізші, бір зәулім үй табыңыз да, білмеймін, енді әртүрлі способпен баруға болады негізі ондай үйге. И барып көріңіз да, сіз ол үйде өзіңізді қалай сезініп жатырсыз, сіз ол үйді тазалай аласыз ба, сіз ол үйдің бүкіл мебельдерін жайғастыра аласыз ба, сіз ол жаңағы үйдің коммунальный услугасын төлей аласыз ба. Яғни сіз ауызбен дайын болуыңыз мүмкін, бірақ духовно дайын емес болуыңыз мүмкін да. Бәрібір іште қорқыныштар болады. Сіз ол үйде жалғыз тұра аласыз ба деген секілді да. Себебі мен лично өзім айтайын, жер үйде мысалға мен жалғыз тұра алмаймын. Балалармен жалғыз қалып тұра алмаймын да, түнгі уақытта қала алмаймын. Ал домда мен спокойно жүре беремін, себебі жанымда көршілер бар. Уже сондай ой болғаннан кейін солай как будто бір қауіпсіз секілді болады да. Дәл сол секілді машина мысалға қалаймын деп Алла Тағаладан, Аллахым маған машина берші деп сұрайсыздар мысалы ше. На самом деле рульге отыруға, машина айдауға сіз дайынсыз ба? Егер дайын болсаңыз, неге сіз әлі де жаңағы вождениеға барып көрген жоқсыз? Неге сіз әлі де правасыз жүрсіз деген секілді нәрселер сізде жаңағы сұрақтар болу керек. Сол сұрақтарды қойған кезде сізде шешім қабылдайсыз, шешіміңізге қарай әрекет жасайсыз. Әрекетіңіз мен дайынмын Аллахым деген нәрсеге алып келген кезде сізге машина да келеді. Алланың мейірімімен, Аллах Тағаланың мейірімімен барлығы да. И осы пайдалы жаңағы контент сіздерге ұнады деген ойдамын. И мен бұл бірінші видеом болғаннан кейін өте қатты толқып тұрмын. Бәлкім кей жерлерде дұрыс түсіндіре алмаған болуым да мүмкін. Сондықтан да мені қолдап, келесі видеоларым шықсын десеңіздер, астына комментария жазып қалдырсаңыздар өте қатты қуанышты боламын.